Баршаңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен пеште пісетін пирожкидің рецептімен бөлісетін боламын. Көріп тұрғандарыңыздай өте жұмсақ, дәмді болып шығады. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ол үшін біз ең алдымен өзімізге қажетті заттардың барлығын дайындап аламыз. Таза құрақ ыдысымызға жылы су, оның үстіне ашытқы, тұз, қант және де сұйық май қосып, бір келкі болғанша араластырамыз. Қасықтың немесе шанышқының көмегімен араластырсаңыздар болады. Енді алдын ала електен өткізілген ұнымызды бірнеше бөліктерге бөле отырып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Ұнымызды міндетті түрде електен өткізіп қосамыз. Сонда біздің пирожкилеріміз өте биік, үлпілдеп болып шығатын болады. Ұнымыздың ең соңғы бөлігін қосқаннан кейін осылай қолымыздың көмегімен жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Енді илеп болған қамырымыздың бетін жауып, жылы жерге 1 сағатқа көтерілгенше қалдырамыз. Енді салмасын дайындайтын боламыз. Салмасы өз қалауларыңызша. Менде суға піскен картоп пен қуырылған капуста. Картопымыздың үстіне сүт құйып, оны осылай видеода көрсетілгендей етіп еземіз, және де дәміне қарай тұз, бұрыш қосамыз. Осымен біздің салмамыз дайын болды. Міне біздің қамырымыз ашып дайын болды. Енді видеода көрсетілгендей етіп бөліктерге бөлетін боламыз. Өз қалауларыңызша үлкен немесе кіші етіп бөлсеңіздер болады. Біздің қамырымыз өте жұмсақ, қолға жабысқақ болып келеді. Сондықтан ұн пайдалансаңыздар болады. Міне мен бөліктерге бөліп, бетін жауып қойдым. Біздің қамырымыз кеуіп кетпес үшін енді оқтаудың көмегімен жайып, ортасына салмасын салып, біздің пирожкилерімізді түйетін боламыз. Мен пирожкилерімді осылай видеода көрсетілгендей етіп түйдім. Ең алдымен екі шетін қатты қысып түйдім, өйткені пешке түскен кезде ашылып кетпес үшін. Және де түйілген жерін басып, осындай формаға келтірдім. Менің пирожкилерім өте жұмсақ, дәмді болып шықты. Сіздерге де дәл осы рецептпен жасап көруге кеңес беремін. Бұл рецепт маған бір жасағаннан қатты ұнады, өйткені біздің қамырымыз өте нәзік, үлпілдек болып шықты. Міне мен өзімнің пирожкилерімді қалай түйгенімді сіздерге тағы да бір рет жақыннан және де анығырақ етіп тағы да бір рет көрсетіп жатырмын. Дайын болған пирожкилерімізді осындай противеньге орналастырып, бетіне жұмыртқаның сарысын жағатын боламыз. Сонда біздің пирожкилеріміз жылтырап, әдемі қоңыр түске еніп шығатын болады. Бетіне өз қалауларыңызша күнжіт, мак сепсеңіздер болады. Міне осымен біздің пирожкилеріміз дайын болды. Өте дәмді, көріп тұрғандарыңыздай тәбетті ашатындай жұп-жұмсақ болып шықты. Каналға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.